саат обед болып қалыпты. Түнімен компьютер ойын ойнап. Айтпақшы, бүгін 30-шы қараша емес па? Олай болса, жаңа жылға бір ай қалды демек. Жаңа жыл атмосфера жоқ мына ауылда. Давай ауыл жаңа жылға сәніп тастасам бүгін қалай етер екен жетелдерді қуантып. Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге болған мен Денрон. Бүгін достар біздер деген көріп тұрғандарына ауылды сәндейтін боламыз. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер, біз алға жалғастыратын боламыз. Достар, ауыл жаңа жылға сәндейтін болсақ, безендіретін болсақ, ең алдымен біріншіден ортасынан бастайық та. Осы ауылдың ортасы ғой. Достар, мінекей мына жер мына батырдың үйіне сәндеп жатырмыз. Мінекей мына гирляндтарды іліп керемет көрініс жасап жатырмыз. Бұл модты 100 подписчик жиналса айтатын боламын. Жаңа жылға дейін 100 подписчик жиналса егер, достар. Мінекей достар, мына жерде кузницаның үйіне сәнеп тастадық уже. Сыртында гирляндтар іліп, іші тар болғандықтан ол жерге ілуді жөн көрмедім. Ал енді мына екінші мэрдің үйінен бастайық. Бұның іші біраз книжный шкафтарда сәнделіп тұрған. Онда бұның сыртын емес, екеуі екі жағын сыртын. Достар, бұның ішінде жарық жоқ екен, факелдер қойып шайық біз. Мінекей мына жерге бір 2 факел, 3 факел, 4 факел қойып дейміз. Мына қоя бер кейін жөне саламыз. Енді біздер деген мынау 4 үй сәнделді, жоқ 3 үй. Мына ауылдың ортасын қосқанмен, ал енді бір 5-6 үй қалды. Мінекей мына сәндейді. Мына факел қоймасақ, үйдің іші қараңғы болып қалды. Осы жетелдер неге факел қоймайтынын түсінбеймін ше. Азғантай қояды бұлар. Түсінбеймін, не жаңа жыл болады? Жаңа жылдар сәндемейді. Мен бұлардың үйін сәндеп жасап беріп жатырмын. Демек олар маған ақша төлеуі тиіс деп айтып қоясың, короче. Бас демейді қоясың, короче. Тез жаңа жылға 100 подписчикке жеткізіп тастайық достар. Бір айдың ішінде 100 подписчикке, қазір 30 подписчик болды, сол 30 подписчик пен 100 подписчикті жеткізіп тастайық. Мен достар, сыртында гирляндтар іліп жатырмыз. Мен бір күндік өмірім деген видео шығады ютубердің. Осы жақында. Сол видеоны көріп кетіңдер. Ол видео, по-моему, ертең шығады. Жоқ, 3-4 желтоқсан күндері шығып қалады. Міне, мына бастапқы үй сәнделді, қалған үйлерді кейін сәндейтін боламыз оларға. Енді достар, біздер деген ютубқа сәндемеппіз ғой. Келесі видеода мына жерге мен жаңа жыл алаң құрып беретін боламын. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Тағы да жасайтын жерді жасап тастайық. Достар, мына жерге қосымша бір жаңа жыл плакат іліп қойып. Плакат деген бір жай ғана не десек болады. Жай ғана білетін жаңа жыл. Достар, мінекей көріп тұрғандарыңдай мына бітті плакат. Мінекей артында да осындай бар. Ал енді мына жерге бір ойын сауық бір жер жасап, кішкене жасап кетейін. Қазір көретін боласыңдар. Достар, мінекей көріп тұрғандарыңдай батут жасап жатырмын. Мінекей төбеге шығатын жер өте биік, ұзын. Мынау қашан бітеді? Ешкім көп істеп тастаған секілді болған. Шығасың да, короче, міне алтымен шығасың да, абайлап бармасаң құлап қаласың. Былай жай бармасың. Осы жасайсың да, бүйтесің. Осылай мінекей болады. Жақтан былай өтіп мүмкін выживаниеде жүрсең,
жерге бұл кішкентайларға болмайды. Не жазып қояйық. Болды. Мінекей осыдан шығып пас кетеміз. Маған ойнайсың. Мінекей видео қызық болса, осымен достар видео тамам бітіп қалды. Видео қызық болса арнаға тіпке лайк басып кетіңдер, коммент қалдыруды ұмытпаңдар.